Сен уақыт қақпанында қалып қойдың. Және бұл видео соны дәлелдейді. Неге әр дүйсенбі немесе әр жылдың бірінде басталған құлшыныс 2 аптадан соң күлге айналады? Мәселе сенің ерік жігерің емес, мәселе миыңның сені алдауында. Біз дүйсенбі айдың бірін немесе 1 қаңтарды сиқырлы дата көреміз. Бұл күндері біз өткен қателіктерімізден бөлініп, жаңа адам болғандай сезінеміз. Біз қағазға мақсатымызды жазамыз, жоспарларымызды түсіреміз. Бірақ міне, қақпан осыда. Мақсат жазған сәтте миыңда дофамин бөлінеді. Сен әлі істемедің, бірақ миың жетістіктің дәмін татып қойды. Бұл мотивациялық мас болу деп аталады. Бірақ 2 аптадан соң дофамин деңгейі түседі, сиқырлы дата ұмытылады, ал сенің ескі әдеттерің сол қалпында қалады. Сен тағы да жеңілдің. Бұл циклдан шығудың жалғыз жолы датаға байлануды тоқтату. Мақсатты емес, жүйені құр. Үлкен мақсатты кішкентай, тіпті күлкілі заттардан баста. Сен жазушы болғың келеді, күніне 1 сөйлем жаз. Сен спортшы болғың келсе, қазір кроссовкаңды киіп, далаға серуендеп шық. Мақсат нәтижеге жету емес, мақсат сол процестің адамы болу. Күндегі 1% 100%-ық мотивацияңды артық. Ал сенің бүгінгі кішкентай қадамың қандай болмақ?